Табиғатым, тіршілігім ырсын, сенсіз менің тарылады тынысым. Биік-биік тауларыңа қарасам, алшаң басып, түзеледі жүрсін. Мен ландшафты жобалар байқауының Грин-Оазис номинациясының қатысушысы Жорабек Назетке. Жамбыл облысы Сарысу ауданы Жаңатас қаласының Абылайхан мектеп-лицейінің 8-ші сынып оқушысы. Мен жетекшім Мұхаббат Темірқызымен жобалау процесінде топырақ ерекшеліктерін ескере отырып, белгілі бір жағдайда жақсы өсетін және кеңістікке үйлесімді түрде сәйкес келетін жасыл кеңістіктердің комбинациясын таңдадым. Мен көгалдандырудың негізгі элементі шым өсіруден бастадым. Шымның тез тамырлауына қара топырақ пен сары топырақты араластырып, құрамындағы ірі топырақтарды тырмамен ұсақтадым. Арнайы пластмасс ыдыстардың түбін тесіп, дайын топырақты орналастырдым. Топыраққа шым ұрықтарын сеуіп шығып, ұрықтың бір қалыпты орналасу үшін үстінен топырақты себелеп, тырмамен тегістеп шықтым. Шымға күтім жасаудың алғашқы 2 аптасы күнделікті суарумен шектелді. Шым жазғы ыстықта шаңды ұстайды және ауаны ылғалдандырады. Болашақ жобаның маңызды құрамдас бөлігінің бірі белгіленген жер учаскесіне объектілерді орналастыру. Жобаның эскиздік сызбасы бойынша ландшафты дизайн ішіндегі әрбір клумбаның ерекшелігі оның панорамалық көрінісі болып табылады. Ландшафты дизайнға арналған декоративті материал ретінде мен шынайы тастарды қолдандым. Дизайндағы әртүрлі қиыршық тастарды қолдану арқылы әдемі композицияға қол жеткіздім. Өсімдіктер энциклопедиясынан жинақталған мәліметтер бойынша мен каланхойя хризантема гүлдерін отырғыздым. Каланхойя гүлі ауадағы зиянды микробтарды жоюмен бірге антивирустық пәрмені бар екендігін ескердім. Гүлдердің қоңырау, себет тәрізді болуы дизайн көркін ашады. Гүлді белгілі бір үлгіге салып отырғыздым. Клумбалар ландшафты дизайн аумағын жарқын әрі үйлесімді етеді. Менің гүлзарларымның үшбұрыш пішіні ландшафт жиынын және ұзындығын көрікті түрде арттырды. Тас композициясы көл жағасында немесе орман сарқырамасының жанында алған әсерді сезінуге мүмкіндік береді. Осы мақсатта ландшафты дизайн құрамына жасанды тоған орналастырды. Бұл ерекше магнетизмге су адамның миын тыныштандырады, қиялға, ойға жетелейді. Тоғанның геометриялық контурын арнайы үлкен сопақ тастармен қоршап шықтым. Тоғанның көлемі әртүрлі болады, ол аумақтың көлеміне байланысты. Менің тоғаным аумақтың көлеміне байланысты шағын болды. Шымды қаншалықты жиі жапсаңыз, соғұрлым қалың болады. Үнемі дұрыс жабу шымды жұмсақ және тығыз ететінін білдім. Ландшафт дизайн аспектілерін ескере отырып, ландшафт аумағына тастардан жол төседім. Ландшафттағы шымның кеңістігін кесіп өтпейтіндей тас жолды сәндік көрініске келтіргім келді. Ландшафт аумағындағы шымды әрлеу кезінде декоратив элементтерін қосуда шымға қарағай және қаратал егуді жөн көрдім. Жасыл кеңістіктегі әрбір комбинацияны әсемдеу барысында таспен, гүлдермен қоршадым. Ландшафт аумағындағы су қоймасы болатын тоғанды сумен толтырдым. Ландшафт дизайндағы барлық декоративті элементтерді қолдану кезінде мен негізгі объектісі демалыс орнына келген демалушыға барлық жағдайды жасауды басты назарға алған болатын. Менің ландшафт композиция тұтастығы атты жобам
болашақта көптеген оқушы мұғалімдердің сүйікті мекеніне айналатынына сенемін.